Сәлем достар, әлем бір орында тұрмайды. Жылдан жылға жаңа тауарлар және қызметтер, мамандықтар шығып жатыр. Осыған байланысты кәсіптінде жаңа түрлер шығып, бүгін сіздерге 2020 жылы табысты болатын топ 5 бизнес идеяны ұсынамыз. Егер каналымызға жазылмаған болсаңыз, дәл қазір жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Себебі алдағы уақытта сіз білмейтін пайдалы әрі құнды ақпараттары бар видеолар шығып отыратын болады. Олай болса, кеттік. Тізімдегі бірінші кәсіп сұлулық салоны. Бұл кәсіп барлық жерде бар болғанымен өзінің өзектілігін жоғалтқан жоқ. Себебі бетке күтім барлық уақытта қажет. Қазір қаланың экологиясымен адамның терісі құртылады. Жұмыстағы стресс, проблемалар адамды абыржытып, бетке әжімдерді шығарады. Бұл жағдайда салондардағы бетті тазалау, жазарту, табиғи маскаларды теріні қалпына келтіріп жасартады. Алдымен тек бір бағытты таңдап алсаңыз, мысалға беттің қара нүктесін тазарту, түрлі маскалар. Себебі масканың шығындары көп емес. Бір алғанда көп қолып алып қойсаңыз 3-4 айға жетеді. Аренда бір бөлмені алсаңыз, немесе интернетте арнайы әсемдік салоны үшін жалға берілетіндерден алса болады. Керекті жабдықтарды Қытайдан аласыз. Себебі онда ең арзан бағалар, тіпті дегенде бүкіл салондағы заттар сол жақтан алынған. Қытайдан алу арқылы 3-4 есе ақшаңызды үнемдей аласыз. Енді тек реклама ғана қалды. Сіздің аудиторияңыз 16-дан асқан қыздар, ұлдар. Екінші кәсіп жинақы жиһаздарды жасау. Миллиондаған адамдар кішігірім пәтерлерде немесе кішігірім жазғы үйлерде тұрғын үйдің жетіспеушілігінен үлкен қолайсыздықты бастан кешіруде. Сондықтан жиналмалы жиһаз жасау идеясы өте танымал және пайдалы бизнеске айналуы мүмкін. Жаңа ыңғайлы жиһазды жасау арқылы сіз адамдарға өте қажет өнімдер жасайсыз. Бұл мәселеде маман болу қажет емес. Сіз өзіңіздің идеяларыңызды іске асыратын кәсіби шеберлер мен темір ұсталардан ұжым құрсаңыз болды. Есіңізде болсын, интернетте жиһаздарға арналған көптеген сызбалар, суреттер бар. Онда сізге жұмыс үшін қажетті сызбаларды таба аласыз. Сізге үлкен пайда әкелетін өнімдерді таңдау керек. Ас үйге арналған жиналмалы жиынтықтар, үстел, орындықтар, кереуеттер мен дивандар, балаларға арналған жиһаздар, бақшаға немесе балконға жиһаз жасау үшін және шеберхана үшін тиісті бөлме болуы керек. Көтерме сатушылармен байланыс орнатуға тура келеді. Сапалы ағаш және заманауи материалдарды жеткізушілер жиһазды қайдан жасағыңыз келетініне байланысты. Өзіңіздің веб-сайтыңызды құру тек сіздің өнімдеріңізді жарнамалау мен сатуға ғана көмектеспейді. Онда сіз тапсырыс қабылдап, жаңа деңгейге жеке тапсырысқа арналған жиһаз өндірісін бастай аласыз. Үшінші кәсіп смарт сағаттар. Смарт сағаттар қол сағаттар формасында жасалған мобильді гаджет. Ол жетілдірілген функционалдыққа ие. Смартфондарға жақындап, мобильді құрылғыға қосылуға немесе өздігінен жұмыс істей алады. Осы уақытқа дейін ақылды сағаттары өте қымбат аксессуарлар болды. Мысалы, Apple өнімдері. Немесе смартфонға қосылусыз ештеңе істей алмайтын өте арзан құрылғы. Қытай өндірушілері бұл орынға жауапкершілікпен, инновациямен келді. Қазіргі таңда Қытайдан дәл Apple немесе Samsung сағаттары сияқты жұмыс жасайтын, бірақ баға жағынан өте арзан смарт сағаттардың таңдауы өте көп. Сіздің аудиторияңыз бизнесмендерге, корпусы классикалық түрде жасалған сағаттар, спортсмендер мен азғысы келіп жүргендерге фитнес білезіктер, балаларға GPS сағаттар, кез келген адамға өзіне керек ақылды сағатын табуға болады. Әзірге интернет-магазин болып жұмыс жасасаңыз болады. Нарықты зерттеп, жаңадан шыққан сағаттарды бірінші әкеліп отыру керексіз. Бұл кәсіптің маржасы 50%-дан 200%-ға дейін жетеді. Төртінші кәсіп Қытайдан тауар әкеліп сату. Еліміздегі тауарлардың 90%-ы Қытайдан келетінін білдіңіз бе? Тіпті электроника дүкендеріндегі телефондар, теледидарлар Қытайдан алдырылады. Бұл арзан бағаны қалай пайдалануға болады? Ит тауарлар, маусымдық тауарларды сату арқылы көп пайда табуға болады. Қыс жақындағанда куртка, пальто, қыстық кроссовкалар сатуға болады. Хит тауарлар қысы-жазы сұраныста болады. Мысалы, Apple өнімдері, наушник, ең арзан бағалар AliExpress'те десеңіз, қатты қателесесіз. AliExpress'тен қымбат бағаға алып, оны 40-60 күн күтіп жүрсеңіз, сіз қате тапсырыс беріп жатырсыз. Қытаймен бизнес курсында сіз ішкі Қытай нарығына арналған платформалармен жұмыс жасайтын боласыз. Және тікелей зауыттан тапсырыс беруге мүмкіндік туады. Бұл жағдайда гарантия деген ұғым келеді. Тауарыңыздың сапалы болып шығуына, қауіпсіз әрі уақытылы келуіне Shopify компаниясы өз мойнына алады. Курс жайлы толық ақпарат білгіңіз келсе, төменге телефон номеріңізді қалдырыңыз. Біз ары қарай жалғастырамыз. Бесінші кәсіп құрал саймандарды арендаға беру. Үйде кішігірім ремонт болып, инструмент болмай жатса, бір күндік жұмыс үшін сатып алуға ақшаңызды қимасаңыз,
ол құрал саймандарды жалға алсаңыз болады. Бұл кәсіп уақыт өте өзінің тиімді әрі керек екенін көрсетуде. Кәсіпті бастау үшін керекті жабдықтарды алу қажет. Олар дрель, перфораторлар, болгарка, тағы басқа құралдар. Сізде оларды сақтайтын қоймаңыз болса болғаны, және оларды Қытай зауыттарынан алған дұрыс болады. Осылай сіз бюджетіңіздің ең аз дегенде 80%-ын үнемдейсіз. Аудиторияңыз, ремонт, құрылыс жасайтын кішігірім компаниялар. Арендаңыз жабдықтың бағасының 8-10%, сағаттап және тәулігіне қарай жалға беруге болады. Инстаграмыңызда және сайттарда аппаратыңыздың каталогын шығарып қойсаңыз, өзіне керегін таңдап кейіннен жеткізіп бересіз. Егер осы кәсіптер жинағы ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі шығатын видео топтамасында қандай тақырыптар айтылғанын қалайсыз? Ол видеодан қалып қоймас үшін каналға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыз болады. Алда бұдан да қызық видеолар шығатынына уәде береміз.